Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде Тролл фильмі. Видео басталмас бұрын сіздерден өтініш, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберсеңіздер. Фильмнің басында әкесі мен қызы Батыс Норвегиядағы тролл төбелеріне хобби ретінде өрмелейді. Төбенің басына шыққаннан кейін, әкесі Тобиас кішкентай қызы Нораға аңызға айналған троллдер туралы фольклорды айтып береді. Аңыз бойынша, бұл мифтік тіршілік иелері мыңдаған жылдар бұрын жер бетінде еркін кезіп жүрген. Бірақ бір күні күн сәулесімен жанасқанда тасқа айналып кеткен. Тобиас, белгілі фольклорист, ол троллдер әлі де Норвегия тауларында жүр деп сенеді. Оның қызы бұл әңгімеге қатты қызығып, әкесінің сөзін үйіп тыңдайды. 20 жыл өте шығады. Енді Нора сиқырға деген сенімін жоғалтып, ғылымға бет бұрады. Ол қазір палеонтолог болып жұмыс істейді. 6 айға жуық археологиялық қазба жұмыстарымен айналысқаннан кейін, ол ақыры құпиялы бір қазба қалдықтарын тауып, еңбегінің ақталғанына қатты қуанады. Осы жаңалығы үшін командасымен бірге кішігірім мерекелетеді. Ал осы уақытта жақын маңдағы Довер тауларында метро станциясын салу үшін қарқынды құрылыс жүріп жатқан болатын. Жұмысшылар тауға туннель жасау мақсатында бұрғылап, жарылғыш заттар дайындап жатыр. Бұл кезде белсенділер тобы құрылысқа қарсы наразылық білдіріп, үкіметтен тауды аман қалдыруды талап етеді. Алайда, бас мердігер оларды елемей, жарылысты іске қосады. Батырмасын басқан сәтте ол белсенділерге тесіле қарап, өзінің жеңісін көрсеткісі келгендей болады. Кейін ол жұмысшылармен бірге Довер үңгіріне кіріп, жағдайды тексермек. Бірақ кенеттен үңгірдің ішінен құлақ тұндырардай зор дауыспен ақырған үн естіледі. Бірнеше секундтан кейін жер сілкініп, таудың терең қойнауынан ежелгі мифтік жаратылыс көтеріледі. Зәресі ұшқан жұмысшылар жанұшыра қаша жөнеледі, бірақ құлаған тау жыныстары олардың жолын жауып, бәрінің көзін құртады. Көп ұзамай бұл оқиға туралы жаңалық Норвегия қарулы күштерінің Ослодағы штаб пәтеріне жетеді. Генерал жағдайды анықтау үшін оқиға орнынан нақты суреттер алу мақсатында ұшақ жіберуге бұйрық береді. Одан кейін премьер-министрді шұғыл түрде хабардар ету керектігін тапсырады. Келесі көріністе біз Норвегия премьер-министрі мен оның кеңесшісі Андреастың әскери базаға жол тартқанын көреміз. Жолда қорғаныс министрі оларға жағдай туралы мәлімет беріп, апат салдарынан 50-ден астам адамның қаза тапқанын хабарлайды. Ол жергілікті суреттерді көрсеткенде, біз жер бетінде алып іздерге ұқсайтын ойықтарды байқаймыз. Андреас олардың табан іздеріне ұқсайтынын айтады. Бірақ бұл жай ғана болжам екенін мойындайды. Бұл уақытта Нора әріптестермен бірге өзінің тарихи жаңалығын атап өтуде. Ол сөз сөйлеуге дайындалып жатқанда, кенеттен әскери тікұшақ келіп қонады. Ішінен шыққан сарбаз оған премьер-министрдің Ослода оны күтетінін хабарлайды. Нора еш кідірместен тікұшаққа мініп, әскери базаға жол тартады. Ол жеткен соң, Андреас оны үкімет мүшелері жиналған бөлмеге ертіп апарады. Нора олардың қазіргі жағдайды талқылауына қосылады. Шенеуніктер бұл апаттың қандай да бір газдың жарылуынан болғанын болжайды. Бірақ Нора бұл пікірмен келіспейді. Ол алып іздердің суреттерін мұқият қарап шығып, мұның таулардың қойнауынан оянған ежелгі жануар болуы мүмкін екенін айтады. Андреас мұның тылсым құбылыс болуы мүмкін екенін меңзейді. Бірақ өз пікіріне сенімсіз. Алайда үкімет мүшелері Нораны мазақ етіп, мұның археологиялық зерттеулеріне еш қатысы жоқ екенін алға тартады. Олар бұл апаттың артында жануардың болуы мүмкіндігін мүлде жоққа шығарады. Дәл сол кезде Норвегия қарулы күштерінде қызмет ететін компьютер генийі Сигрид бөлмеге асығыс кіріп, топқа оқиға орнынан алынған бейнежазбаны қалпына келтіргенін айтады. Ол видеоны қосқанда, шенеуніктер Довер үңгірінен биіктігі шамамен 150 фут болатын алып фигураның шыққанын анық көреді. Андреас ақыры шенеуніктерді Норвегияға алып, бәлкім, құбыжық келгеніне сендіреді. Осы уақытта елдің шалғайындағы Леси аймағында егде жастағы ерлі зайыптылар түскі шайларын ішіп отырған сәтте алыстан үрейлі ақырған дауыс естиді. Көп ұзамай, үстелдің дірілдей бастағанын сезеді. Ал жақын маңдағы ыдыс-аяқтар жерге құлап түседі. Олар мұны жер сілкінісі деп ойлап, қауіпсіздік бөлмесіне жасырынуға асығады. Барлығы басылған соң, олар сыртқа шыққанда үйлерінің күл талқан болғанын көреді. Ал осы кезде Нора премьер-министрге Довер оқиғасын зерттеуге дайын екенін айтады. Қалған шенеуніктер де бұл ұсынысты құптап, оны ғылыми кеңесші ретінде бекітеді. Кездесуден кейін премьер-министрдің кеңесшісі Андреас Нораға Лесия оқиғасы туралы хабар беріп, екеуі тікұшақпен сол жерге ұшады. Ұшу кезінде олар қысқа әңгіме өрбітеді. Андреас өзін дұрыстап таныстырып, Норадан неге палеонтолог болуды таңдағанын сұрайды. Нора бала кезінен табиғатты жақсы көретінін айтып, бұл саланы таңдағанын түсіндіреді. Сонымен қатар, оның әкесі Тобиас фольклор саласының маманы болғанын, бірақ ақырында шындықтан ажырап, өз сенімдеріне тым беріліп кеткенін айтады. Кейін жағдайы нашарлап, оны ауруханаға жатқызуға тура келген. Андреас та өзінің арманын бөлісіп, әрқашан жазушы болғысы келгенін айтады. Ол бір монахтың өз басын жұлып алып, жауларына лақтыру арқылы оларды тістейтін оқиғасын жазып жүргенін айтады. Бұл шынымен күлкілі көрінеді. Нора мен Андреас оқиға орнына жеткенде, оларды айналаның қирап қалған көрінісі таңғалдырады. Көп ұзамай оларды арнайы операциялар қолбасшылығының капитаны Крис Хоум қарсы алады. Крис жағдайды түсіндіріп,
құбыжықтың 2 миль оңтүстікке қарай тауларға бет алғанын айтады. Алайда олар аймақты тексерген кезде ешқандай із таба алмаған. Сондай үлкен жаратылыс кенеттен ауаға сіңіп кеткендей. Содан кейін үшеуі оқиғаның куәгерлері әлі де шошып отырған қарт ерлі зайыптылармен сұхбаттасады. Әйелі ештеңе көрмегенін айтады, бірақ өте ерекше, қорқынышты ұлыған дауысты естігенін жеткізеді. Бұл дыбыс Кинг-Конгтың ақырғанындай, бірақ сонымен бірге мұңды және зарлы еді. Өкінішке қарай, бұл ақпарат жеткіліксіз. Сондықтан Нора аймақты өз бетімен зерттеуге кіріседі. Кенет ол бір түрлі иісті сезіп, сол иіс оны алып іздердің біріне жетелейді. Нора аймақты мұқият сканерлеп шығады, бірақ таңғаларлығы, бұл жерде ешқандай биологиялық іздер жоқ. Әлдебір тірі жаратылыс жүріп өткен болса, кем дегенде қандай да бір белгілер қалуы керек еді. Бұл құбыжық тірі ағза емес сияқты көрінеді. Барлық айғақтар тұйыққа тірелгендіктен, Нора көмек сұрау үшін тау ішінде жалғыз тұратын әкесіне баруға шешім қабылдайды. Нора, капитан Крис және Андреас тікұшақпен Тобиастың үйіне ұшады. Алғашқы кездесулері біршама шиеленісті өтеді, бірақ Тобиас ақыры сабасына түсіп, оларды ішке кіргізеді. Таңғаларлығы, қанша жыл өтсе де, ол әлі күнге дейін троллдер жайлы зерттеулер жүргізіп келеді. Біраз уақыттан кейін Тоб оған Сигрид тапқан видеоны көрсетеді. Тобиас көргеннен есін жинай алмай, күбірлей бастайды. Олар осында. Абыржыған Нора бұл жағдайға ғылыми түсініктеме қажет екенін айтады. Троллдер туралы емес, нақты осы тролл жайында айтып берші, дейді ол. Алайда Тобиас өз теориясынан бас тартпайды. Ол троллдердің жойылуына Норвегияның христиандануы себеп болғанын түсіндіреді. Сондай-ақ бұл ақиқатты ашуға тырысқан кезде жұрт оны жынды деп мазақ еткенін есіне алады. Бірақ сөмкесін жинап, кеттік, бізді үлкен оқиға күтіп тұр, деп топты жұмбақ сапарға шақырады. Келесі көріністе Нора, оның әріптестері және Тобиас тікұшақпен белгісіз жерге жетеді. Қонған соң, Тобиас айналаны мұқият зерттей бастайды. Ол жер бедерінің түбегейлі өзгергенін байқайды. Осы кезде Нора бұрынғыдай бір түрлі иісті сезіп, оны гипертабиғи деп атайды. Бұл термин еш жерде түсіндірілмейді, сондықтан оны түсіну қиын. Қоршаған ортаны бақылап жүрген сәтте, Нора кенеттен артында алып жаратылыстың қозғалғанын байқайды. Бұл өзін қоршаған ортамен бірдей түске бояп, жасырынған мамонт тролл еді. Андреас пен басқалар да оны байқап, шұғыл түрде тікұшақты іске қосады. Абырой болғанда, олар дер кезінде құбыжықтың тырнағынан қашып үлгереді. Құдай-ау, бұл троллдың құйрығы бар екен, деп таңданады біреу. Қауіпсіз жерге жеткен соң, олар онлайн эфирге шығып, видеоны Ослодағы үкімет мүшелеріне көрсетеді. Енді барлығы троллдердің шын мәнінде өмір сүретінін мойындауға мәжбүр. Көп ұзамай премьер-министр капитан Кристің басшылығымен арнайы әскери операция ұйымдастырылады. Елдегі ең мықты қару-жарақтармен жабдықталған жүздеген сарбаз жиналып, алыпты жоюға дайындалады. Шайқас басталмас бұрын, Тобиас пен Нора жылдар бойы алшақтап кеткен әкелі балалы қарым-қатынасын түзеп, жүрек жарды әңгіме өрбітеді. Ал осы кезде Андреас капитан Криске, мен әскердің қару-жарағы жайлы бәрін білемін, деп мақтанып қояды. Сол сәтте тролл көрініп, әскери бөлім шабуылға көшеді. Алайда, қанша жерден күш салса да, құбыжық олардың қаруларынан еш зардап шекпейді. Керісінше, оның регенерация қабілеті бар екені, және ол адам қанның иісін сезе алатыны анықталады. Тролл жауынгерлердің бірін өлтірген соң, Тобиас орнынан тұрып, оны сабасына түсіруге тырысады. Троллге қарай қолын созған Тобиас оны тыныштандырғандай болады. Алайда дәл сол сәтте басқа бір әскери көлік келіп, троллге оқ жаудыра. Құбыжық бұрылып, көлікті адамдармен қоса мыжып тастайды. Тобиас байқамай троллдың құйрығына ілігіп, бірнеше метрге ұшып кетеді, жерге құлап, ауыр жарақат алады. Ол Нораға бірдеңе айтпақ болады, бірақ өкінішке қарай, соңғы сөзін жеткізбей, көз жұмады. Түнде қайғыдан қан жұтқан Нора әкесінің күнделігін ақтарып, троллды тоқтатудың жолын іздейді. Ұзақ оқығаннан кейін, троллдердің шіркеулерге тас лақтырғанын және қоңырау үнін жек көретінін біледі. Таңертең ол бұл мәліметті үкімет мүшелерімен бөліседі. Біз стандартты шешімдерден бас тартып, тың әдіс ойлап табуымыз керек, дейді ол. Қорғаныс министрі бұл тым ертегіге ұқсайтын идея екенін айтып, қарсылық білдіреді. Алайда басқа амал қалмағандықтан, генерал мен премьер-министр Нораға рұқсат береді. Келесі көріністе 4 әскери тікұшаққа үлкен шіркеу қоңыраулары ілініп, троллге қарай бағытталады. Жоспар алғашында жұмыс істейтіндей көрінеді, тролл әлсіреп, әлденеден қорыққандай болады. Бірақ көп ұзамай, ол қоңырау үніне үйреніп, тікұшақтарды қиратуға кіріседі. Осылайша, Нораның жоспары сәтсіз аяқталып, жағдай тіпті ушыға түседі. Алайда, тролл бір сәтте кішкентай баланы құтқарып, оның бойында эмоциялар бар екенін тағы да дәлелдейді. Бұл уақытта әлемдік жаңалықтар бұл оқиғаны жариялап, дүрбелең одан әрі күшейеді. Премьер-министр теледидар арқылы халықты сабырға шақырып, үкіметтің қателігін мойындайды. Ол Осло қаласын шұғыл эвакуациялау туралы бұйрық береді. Себебі тролл дәл сол жаққа бет алған. Нораның жоспары сәтсіз аяқталғаннан кейін, ол мемлекеттік кеңес құрамынан шығарылады. Ал Андреас үкіметтің Ослоны бомбалау жоспарын естіп, оның дұрыс емес екенін түсінсе де,
тағы да пікір айтуға құқығым жоқ деп өзін шеттетеді. Осылайша ол қызметінен кету туралы арыз жазады. Нора мен Андреас штабтан кетеді. Ал қала тұрғындары Ослодан жаппай көшуде. Нора әлі де шешім таба алмағанына өкінеді. Әкесінің күнделігін соңғы рет ақтаруға шешім қабылдайды. Ол жерде Синдинг деген сөз бірнеше рет жазылғанын байқайды. Андреас оған қарап: "Синдинг Ослодағы корольдік сарайда тұратын ханзада ғой. Сен мұны қалай білмейсің?" дейді таңданып. Синдинг елдегі ең бай адамдардың бірі екен. Бұл уақытта Нора олардың көлікті кері бұрып, Ослоға қайтуы керек екенін талап етеді. Себебі корольдік сарайда маңызды дәлел бар деп сенеді. Көп ұзамай олар ханзада Рикард Синдингпен кездеседі. Ол да оларды күтіп тұрғандай әсер қалдырады. Синдинг оларды ішке кіргізіп, Норвегия троллдері туралы ақиқаттың бетін ашады. Көрсетілгендей, Тобиас әрқашан дұрыс болған. Бұл мифтік тіршілік иелері кезінде Норвегия жерін мекендеген. Алайда корольдік сарай үлкен бір құпияны жасырып тұр. Содан кейін Нора мен Андреасты жерасты туннелдеріне апарады. Ол жерде Синдинг барлығын мойындай бастайды. "Біз Нораның әкесінің өмірін құртуға мәжбүр болдық. Ол шындыққа тым жақындап кеткен еді. Ол тіпті Тобиасты психиатриялық ауруханаға жатқызуды өзі ұйымдастырғанын айтады. Бұл троллдердің құпиясын сақтап қалу үшін жасалған қадам еді. Бұл құпия жерасты үңгірінде жатқан тролл отбасының қаңқалары. Кезінде корольдік сарай осы үңгірдің үстіне салынған. Ал бұл үңгірдің иесі тролл патшасы. Христианизация кезінде оның жанұясын түгел қырып, өзін таудың ішінде қалдырған. Тек жақында болған жарылыстар оны босатып жіберген. Сондықтан ол Ослоға қайта оралуға тырысуда, өз үйіне, өз отбасына. Бұл шынымен қайғылы оқиға. Нора мен Андреас шындықты білген соң, одан сайын таң қалады. Ал тролл отбасының сүйектерін көргенде, оларды тіпті қорқыныш билейді. Нора сүйектерге ультракүлгін жарықты түсіріп көргенде, олар жана бастағандай әсер қалдырады. Осы сәтте ол троллдердің жарыққа өте сезімтал екенін түсінеді. "Бізге ең үлкен көлік керек", дейді Нора. Синдинг ханшайымның сүйікті пикапын береді. Нора капитан Криске телефон шалып, жоспарын түсіндіреді. Олар тролл патшасын күнге күйге арналған ультракүлгін шамдармен қоршауды жоспарлайды. Крис өз адамдарын жинап, тролл қақпанын жасай бастайды. Ал Андреас өз әріптесі Сигридке хабарласып, Ослоны зымыранмен жару жоспарын кідіртуін сұрайды. Сигрид тамаша хакер болып шығады, және сәтті әрекет жасап, ұшқыштардың троллге шабуыл жасауына жол бермей. Сонымен Осло аман, ал Нора мен Андреастың жоспары күшінде. Олар пикаптың артынан үлкен жабуды алып тастайды, және оның астында жатқан кішкентай троллдың бас сүйегін көрсетеді. Осыдан кейін олар троллды ультракүлгін жарық қақпанына тарту үшін көлікпен алға жүреді. Біраз уақыттан кейін тролл байқамай бас сүйекті мыжып тастайды. Осы сәтте ол өзінің отбасынан ешкім қалмағанын түсінеді. Қатты ашуланған ол енді Нора мен Андреасқа назар аударады, олардан кек алмақ. Әскери базаға оралсақ, Сигрид зымыран жүйесіне араласқаны үшін ұсталып қалады. Бірақ генерал бейбіт тұрғындардың жақын екенін көріп, зымыран шабуылынан бас тартуға бұйрық береді. Осы кезде Нора мен Андреас троллды белгіленген орынға жеткізіп үлгереді. Әскери техника оны қоршап, алып ультракүлгін шамдарын қосады. Жоспар жұмыс істейді, тролл баяу күйіп, әлсірей бастайды. Бірақ Нора оның азап шегіп жатқанын көріп, кенет пікірін өзгертеді. Оған өлтіргеннен гөрі өмірін сақтап қалу маңызды екенін түсінеді. Ол шамдарды сөндіреді, қайдан екені белгісіз. Бірақ әскери адамдар бұған еш қарсы шықпайды. Нора троллге тауға қашып, бас сауғалауға кеңес береді. Бірақ өкінішке қарай, тым кеш. Күннің көзі көкжиектен көріне салысымен, тролл патшасы тасқа айналады. Нора оған жақындап, ақырын қолын тигізеді. "Әкем секілді көрінеді" деп ойлайды ол. Қалған адамдар жеңісті тойлап жатқанда, Андреас пен Нора Норвегия тауларында басқа троллдер жасырынуы мүмкін бе деген сұраққа бас қатырады. Нора бұл жерді Тобиастың жартасы деп атауды ұсынады. Премьер-министр келіп, Нораға не айтарын білмейтінін айтады. Одан кейін шынымен ештеңе айтпай кетеді. Соңғы сахнада фильм Довер тауына ауысады. Ол жерде үлкен тастар қозғала бастайды. Кенеттен тағы бір тролл қоқыстың арасынан басын шығарып, Норвегия халқын үрейге салуға дайын екенін көрсетеді. "Қырағы болыңдар, жігіттер. Тролл уақыты басталды." Осымен бүгінгі киноны баяндауымыз аяқталды.